Саламатсыздар ма оқушылар? Бізге мынандай есеп берілген. Үшбұрыштың төбелері берілген. Үшбұрыштың В төбесіндегі бұрышын табыңыз дейді. Яғни біз білеміз, екі вектор арасындағы бұрыш деген ұғымды, иә? Екі вектор арасындағы бұрыш дегеніміз, ол бір нүктеден шыққан екі вектордың арасындағы бұрышты айтамыз, иә? Яғни бір нүктеден шыққан. Значит, В бұрышын табу керек па? Значит, В нүктесінен шыққан екі векторды аламыз, яғни ВА и ВС деген. Сонда мынандай үшбұрыш болыпты бізде. Демек, ВА-ның координатасын табу үшін не істейміз? А нүктесінен В нүктесінің координатасын азайтамыз. Демек, 0-ден азайтамын 6-ны, -4-тен азайтамын 2-ні, 8-ден азайтамын 4-ті. Дәл солай В-сыны табамыз. С-дан В-ны азайтамыз. Так, -6, -2, так. С-дан В-ны азайтамыз, 0 азайтамын 6, 0 азайтамын 2, 6 азайтамын 4-ті. Так, енді біз В бұрышын табу үшін істейміз, косинус фиді қолданамыз, е? Яғни ол бізде неге тең? Скаляр көбейтіндінің олардың ұзындықтарына қатынасына тең. Так, ВА, ВС. Так, фи деп отқанымыз мына бұрыш, мына. Демек, екі вектордың скалярлық көбейтіндісі деген сөз, ол сәйкес координаталарын көбейтіп қосқанға тең шаманы айтамыз, е? Так, плюс -6 көбейтем 2, плюс 4 көбейтем 2. Так, модулі дегеніміз ұзындықтары. Сәйкесінше ВА-ның модулі дегеніміз, ол ВА-ның координаталарын квадраттап қосқанға тең, е? -6-ның квадраты, қосам -6-ның квадраты, қосам 4-тің квадраты. Демек, бізде 36 плюс 36 плюс 16 болады, е? Так, 72-ге 16 қосам 88, да? Дәл солай В-сыны табамыз. Демек, ол бізде -6-ның квадраты, плюс -2-ның квадраты, плюс 2-ның квадраты. Демек, 36 плюс 4 плюс 4. Сонда 44 болады, да? Так, сонда жазамыз, түбірасты 88, көбейтілген түбірастында 44. Есептейміз, мүдеде бізде 36, 12, 8 болады, да? Значит, 20, 56 болады, да? Так, 88 дегеніміз, ол 44 көбейтілген түбірасты 2 болайын деп тұр, е? 88 дегеніміз, ол түбірасты 44 көбейтілген түбірасты 2 ғой. Сонда түбірасты 44 пен түбірасты 44 көбейткенде 44 болып кетеді, түбірде 2 қалып қояды. Так, 56 мен 44-ті біз 4-ке бөле аламыз. 56-ны 4-ке бөлсем менде 16 мекен. Жоқ, өтірік болып кетті. 56-ны 4-ке бөлсем 14 болайын деп тұр ғой, да? 14. 44 4-ке бөлсем 11. Сонда 14 бөлінген 11 түбірасында 2 болайын деп тұр, да? Немесе бізге В төбесіндегі бұрыш қой, енді калькуляторға салу керек болады бұл жерде. Сонда пи бұрышы тең болады, ол бізде арк косинус 14 бөлінген 11 түбірасында 2 деген сөз. 25,8 деген градусты көрсетіп екен. 25,8 градус. Калькулятормен қате есептеп кетуі мүмкін. Сіздер де қайтадан салып көріңіздер. Арк косинус 14 бөлінген 11 түбірасында 2 деген. Так, түсінікті болар, е? Бүгін біз екі вектор арасындағы бұрышты қарадық. Яғни, скалярлық көбейтіндінің олардың ұзындықтарына қатынасты, е? Сонда біз векторлардың скалярлық көбейтіндісін табу, екі нүкте арқылы вектордың координаталарын табу, вектордың ұзындығын табуды қарадық, бұрышты табуды қарадық, е?